Ел тұрғындарының мешітке берген садақалары қайда кетіп жатыр? Әсіресе діни мерекелер кезінде жиналған миллиондаған қаржы қайда жұмсалып жүр? Көпшіліктің көкейіндегі сұрақ бұл. Енді алдағы уақытта халық ниет қылған садақасын арнайы банкоматтар арқылы төлеуі мүмкін. Ел жұрт қаржының қайда жұмсалғанын білуге тиіс. Бүгін Дін істер агенттігінің төрағасы Қайрат Ламашарып елдегі діни ахуал туралы баяндады. 2 жыл бұрын діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң қабылданып, бұл салада жүйелі жұмыс жүре бастады. Ғибадатханалар мен бірлестіктер тіркеуден өтіп, діни әдебиеттің таралуы бір жолға қойылды. Дулат Абибулаев қозғалған мәселелер турасында. Қазақстан мешіттің саны бойынша Орта Азияда бірінші орында. Тіркеуден өткен 2320 мешіт пен 3000-нан аса діни бірлестік бар. Елдегі діни ахуал тұрақты. Бұл сала тиісті тәртіппен, сапалы заңмен реттелген. Қазақ жерінде ешқашан дін үшін қан төгілмеді. Төгілмесінде ең басты құндылығымыз да осы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына өзінің жолдауында Қазақстанның табысты дамуының негізгі іргетасы бұл мемлекетіміздің зайыл сипаты деп басып айтқан болатын. Қазіргі ұлттық құндылығымыз, игілігіміз бен мұрамыз бұл Қазақстанда мекендеген 140 этнос пен 17 конфессияның дінаралық және ұлтаралық келісімі болып табылады. Елде дінаралық келісімнің салтанат құруына барлық жағдай жасалған. Діни жоралғылар жасалатын 492 намазхана мен православ шіркеуіне тиесілі 15 ғибадат үйі бар. Дін тақырыбындағы айтарлықтай жаңалықтардың бірі азаматтардан түсетін садақаны жариялық қағидасымен жарату. Енді садақаны ауыл аймақтағылар Қазпошта бөлімшелеріндегі арнайы банкоматтардан төлейтін болады. Түскен қаржының қайда қалай жұмсалғаны ресми сайтта жария етіледі. Тек қана ораза айтының соңғы 3 күні оразаның жаңа пітір садақа беретін күні. Қазақстанда шартты түрде 11 миллион мұсылман бар деп есептейді. Сонда жыл сайын муфти пітір садақаның көлемін 50 теңге солтүстік аймақтарға, 100 теңге оңтүстік аймақтарға белгілейді. Яғни $1. Егер де 11 миллионды $1 көбейтетін болсақ, бір күнде 11 миллион доллар түспей ме? Яғни бұл ақша қайда кетіп отыр? Ол дұрыс айтып отырмын ғой, ол дұрыс негізі. Сол жүйені енді айтады ғой, бара-бара адам үйрене береді деп. Мысалы, біздің де осы біздің қоғам дамып жатыр ғой. Сол мешіттерде енді сол жаңа жүйеге дамып келе жатыр. Ол негізі дұрыс. Ақша қаражат қаяққа кетіп жатыр, біз білмейміз деген пікірлер азайып, жаңа өз мақсатына, дұрыс мақсаттарға жұмсалса, нұр үстіне нұр. Жариялық демекші, жиында агенттік төрағасы өз табысын жария етті. Мемлекеттік қызметкерлерге деген халықтың сенімін арттыруға бағытталған өзіңнен басты акциясы аясында. Менің агенттік төрағасы ретінде мансаптық айлық жалақым 607.319 теңгені құрайды. Қолыма тиетін таза айлық жалақым 493.794 теңгені құрайды. Жеке меншігімде 2-3 бөлмелі үйім бар. Біреуі Астанада, екінші Алматы қаласында. Одан басқа 2010 жылы алынған Toyota Prado жеңіл автокөлігім бар. Агенттік ғаламтордағы теріс пиғылды сайттарды сүзгіден өткізу жұмыстарын жалғастыра бермек. Жақын күндері дәстүрлі ислам туралы толыққанды ақпарат беретін Е-Ислам ғаламтор парақшасының да тұсауы кесіледі. Дулат Абибулаев, Мұрат Байгереев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.